имани жол деп өзіңіз де кітап жаздыңыз. Осы нәрсені айтып жатсыздар, Қайреке. Бірақ мен соңғы кездері сіздің анау жазбаларыңыздан, әлеуметтік желідегі жазбаларыңыздан бір принципшілдікті байқаймын. Не екенін білмеймін, сіз қазір кәдімгі өзіңіздің пікіріңізді бір ашық айта бастадыңыз. Жігіттер, мыналарың дұрыс емес деген нәрсені кәдімгі атын атап тұрып түстеп жасай бастадыңыз. Таудың баласымын, көп нәрсені өр мінезге салып, кейде тік айтамын, кейбір ақиқатты шылдатып айтатын кез болады, өйткені ол айтылмаса ақиқат жетім қалады. Енді ол бөлек әңгіме, жалпы енді қоғамдағы болып жатқан келеңсіз жайттарды бәріміз жабылып айтып жатырмыз, диагнозын қойып жатырмыз. Бұның шешімі не? Және бұның себебі не? Біз жалпы мемлекетімізде кез келген нәрсені реакциялы түрде қабылдаймыз, реакция ретінде қабылдаймыз. Бір мәселе болса, соған жаңағындай теріс бір әрекет жасаймыз, мына жағалаудан екінші жағалауға қашамыз. Бұл қоғамда да өзінің көрініс тапты. Білесіздер, 2000 жылдан бастап әртүрлі діни ағымды оқып келген азаматтар келіп, біздің бұрынғы діни мектебіміз жоққа шығарды. Ясауи бабамызды Бұхараның еврейі, ол дінді бұзу үшін әдейі келген деді, сопылық жол дұрыс емес деді, Абай Шәкәрімді шатасқан, адасқан деді. Сол кезде бір топ азаматтар, ұлтжанды азаматтар, жаңағыларға қаны қайнап жүрді бастаған кезде. Оларға қарсы тұрайын десе діни білім жоқ. Бірақ сонда қалай бүкіл тарих адасу керек деген жан дүниелерінде бір айқай жатты, запыран жатты. Сол кезде сол жаңағы вахабизмнен, сәләфизмнен қашып, басқа бір ағымның етегіне кетті ұлтжанды азаматтар. Сопылық деді, зікір деді, құралған бір нәрсенің артынан кетті. Абайды естігенде қуанды, Шәкәрімнің өлеңдері айтылғанда қуанды, бірақ ар жағында сол шынымен-ақ біз іздеген дін ба деген мәселеге мән берген жоқ. Олар қателессе де ұлт үшін, ел үшін, ұлтжандылық мінезіменен қателескен болатын. Енді бүгінде сол вахаби, сәләфи, сопылық емес, ханафи деп жүрген кезде біраз азаматтар дінге деген өздерінің көкірегінде бір күмәнді қоюлатып алды. Дін десеңіз, тіпті ханафи болсаңыз да, діни бір мәселені айтсаңыз, бұл ата-бабамызда бар, Абай айтып кеткен, Шәкәрім айтып кеткен, соны айтатын болсаңыз, араб құлдар дейтін болды. Тікелей арабтықпен байланыстыратын болды. Бұл өте бір қауіпті тенденция. Бұның алдын алуымыз керек. Бұған енді көптеген себептері бар. Сосын мына әртүрлі ағымдардың артында мүмкін үлкен алпауыр мемлекеттер бар. Бұл үлкен бір проект бұл. Әсіресе мына батыс елдерінде, батыс жағымызда, біздің батыс аймақтарда көп деп осының белең алуының астарында да сол бір проект екенін байқаймыз біз. Енді қазір бүкіл Қазақстанда бұл бар. Енді ол проект өзінің жемісін жеп отыр қазір. Өзінің діттегені жетті. Ол не? Ол біздің ұлтымыз, зиялы азаматтар, ата-аналар, мемлекетіміз дін десе шоши қарайтын болды. Біз өз құндылығымыздан өзіміз безіп отырмыз қазір. Қазір баламыз дінге келді десе, ата-аналар қуанбайды. Әке намаз оқиын деп жатыр, мешітке бардым десе, бірден шошиды. Неге? Шошуына негіз бар. Өйткені көптеген намаз оққан азаматтар Сирия асып кетті. Кәпір деп ата-анасынан безіп кетті. Бір қаталдық, бір қатыгездік мінез пайда болды. Намаз оққандарға бір дұшпан, бір көңіл пайда болды. Осының бәрін көріп отыр ғой қоғам. Сөйтті де діннен безе бастады. Міне бұл жаңа жат ағымдардың артында тұрған адамдардың, немесе ұйымның жеткен жетістігі. Ал енді ұлт өзінің құндылығынан, басты тірегінен айырылатын болса, ол ұлт оп-оңай құрып кетеді. Оған дәлел керек пе? Дәлел мынау. Қазір біз жаһандану заманында өмір сүріп жатырмыз. Қызылды, жасылды, жалт-жұлт еткен нәпсіні қытықтайтын нәрселер өте көп. Ненің ақ, ненің қара екенін ажырату өте қиынға соғып кетті. Не бір арсыз нәрселер бүгінгі таңда керемет атауларымен жарнамаланып жатыр. Сіз интернетті ашып қалсаңыз да, мультфильмді ашып қалсаңыз да, киноны ашып қалсаңыздар да, жанама түрде тіпті көзі бақырайтып тұрып, не бір арсыз нәрселерді біздің балаларымызға, ұлтымызға насихаттап жатыр. Және ұлтымыз, балаларымыз, жас өспірім бұны бір мәдениет деп қабылдап жатыр. Ой еркіндігі, сана еркіндігі, жаңа заман талабы деген, азаматтық неке деген желеуменен бүгінгі таңда көптеген біздің қыздарымыз етегін ерте ашып қойып жатыр. Қызығын ерте ұрлатып қойып жатыр.
үйленгендерімізге келейік. Неке құрды. 150 мың отбасы неке құрады екен бір жылдың ішінде. Соның 30%-нан жоғарысы, 40% былтырғы деректерге сүйенетін болсақ, 50 мың адам бір жылдың ішінде ресми түрде ажырасып кеткен. Бұл катастрофа ма? Катастрофа. Ендеше бізге дін керек па? Дін керек. Осы адамның ақ пен қараны ажыратамай алданып жатқан шағында дін өзінің несін қой керек. Мынау адал, мынау харам, мынау дұрыс, мынау бұрыс. Мынаны істесең күнә болады, мынаны істесең Алланың алдында жауап бересің деген сияқты бір дін болмаса, сондай бір жүйе болмаса, біз өзіміздің ұлттығымызды жоғалтамыз, ертеңімізді жоғалтамыз. Сондықтан мен айтайын дегенім. Жаңа айтып отырмын, сыртқы формаға кетіп қалдық, ішкі мазмұнды жоғалтып алдық деп. Сол ішкі мазмұнды насихаттайтын біз бір тұжырнама жасауымыз керек, бір концепция жасауымыз керек. Балаларымызға біз соны насихаттауымыз керек. Абайдың бұны сырттан іздеп керек жоқ. Абайдың діні махаббат діні. Абай айтады, махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және хақ жол осы деп әділет дейді. Осы үш сүю болады имани гүл дейді. Ол не айтып отыр? Абай адамды Алла тағала сүйді дейді. Ендеше сен де сүй дейді. Бұл бірінші міндет. Адамның Алланы сүю бірінші міндеті. Алладан қорқу емес, Алланы сүйіп құлшылық жасауымыз керек. Міне Абайдың бізге насихаттап кеткен діні. Екіншісі, адамзатты сүй дейді. Қоршаған ортаны сүй дейді. Мейлі ол басқа дін өкілі болсын, мейлі ол намазсыз болсын, не жас болсын, кіші болсын, адамды сүюге шақырып отыр. Абай оны бір ғана өлеңде шақырған жоқ. Басқа бір өлеңде айтады, мазлумға жаның ашып ішін күйсін, харакет қыл, пайдасы көпке тисін. Көптің қамын әуелі Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Тағы да Алла үшін адамды сүюге шақырып отыр. Жүректің ақыл суаты махаббат қылса Тәңір үшін дейді. Тағы да махаббатқа шақырып отыр. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа дейді. Бүкіл өмірдің қызығын Алланың хикметін сезуменен адамды сүюге арнап отыр. Енді адамның жүрегінде махаббат болатын болса, мейірім болатын болса, ол террорист болмайды. Ол біреуді өлтірмей, жанашыдан ағын. Баяғыда бір ғалымға бір кісі келіпті. Жаңағы ананың кәпір, мынаның кәпір, анау дискотекаға кіріп алып түнгі ночной клубта жүргендерді өлтіру керек депті. Жарып жіберу керек депті. Сонда ана кісі сабырмен тыңдап алып былай депті: бауырым депті, шайтанның міндеті не депті? Адамдар тозаққа кіргізу ма депті. Иә, кіргізу депті. Ана адамдар өлсе қайда барады депті. Сен жарып жібердің, өлді. Күнә жасап жатқан күйде өлді. Қайда барады депті. Тозаққа барады депті. Сонда шайтанның миссиясын сен орындап тұрсың ғой деген екен. Сен аналарды тікелей тозаққа жібердің депті. Шайтаннан сенің айырмашылығың не депті. Сен мықты болсаң, соларды жақсылыққа шақыр. Тарт, үйрет, білмей жатқанын көрсет деген екен. Сондықтан бізге халқымызға Абайдың айтып кеткен махаббат діні керек. Мейірім бар адам ол ажыраспайды. Ол ана баласының тағдырын ойлайды, әйелдің тағдырын ойлайды. Мейірім бар адам ол жаманшылық жасамайды. Сосын Абайдың үшінші айтып отырғаны әділетті сүй дейді. Және хақ жол осы деп әділетті. Әділетті болған адам ол ең кемел мұсылман. Өзі үшін жақсы көргенде басқа үшін жақсы көру керек. Ол әділет. Бір жерде бір келеңсіз жағдай болып қалды, өзінің кінәсін де арқалау керек. Бұл әділет. Адамға рахмет айтты ма, Аллаға да рахмет айту керек. Бұл да бір әділет. Ендеше Абайдың айтып отырған осы үш сүюі жаңағы басты байла дейді, мал түгіл дейді, осы жолда дейді. Осыны біз мемлекет ретінде осы махаббатты сүю теориясын, адамзатты сүю теориясын біз кішкентай кезден бастап балаларға үйретуіміз керек. Міне сол кезде ғана біздің дініміз кәміл болады. Сосын тағы бір айтып кететін нәрсе, сыртқы форма деп атымыз ғой. Абайдан сөз артылмаған. Абай айтады: роза, намаз, зекет, хаж талассыз істейді. Бұлардың ешқандай талас жоқ дейді. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Әуелгі үшті бекімей дейді, соңғы төртті қылған менен татымды бермес жеміс дейді. Жаңағы үшеу деген нәрсе, алғашқы үшеу деп тұр, ол
алланы сүю, адамзатты сүю, әділетті сүю. Осы үш сүю адамның жүрегінде бекімей, сіз намаз қылып жатсыз ба, ораза ұстап жатсыз ба, зекет беріп жатсыз ба, ол бір татымды жеміс бермейді дейді. Ендеше сыртқы формадан гөрі мазмұнға жұмыс істейтін біз мектептің өзінде, балабақшаның өзінде біз бағдарлама кіргізу керек деп ойлаймын.